Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын, жасалу жолы ерекше, оңай, пиццериядағы пиццалардан ешқандай да айырмашылығы жоқ, өте дәмді пицца маргарита дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Дайын қамырымыздың үстіне соусымызды құйып аламыз. Соустың және де қамырдың рецептісі менің YouTube арнамда бар, описанияға сілтемесін қалдырып кететін боламын. 150 грамм сырымызды осылайынан сеуіп шығамыз, міндетті түрде теркадан өткіземіз. Жақсы сыр қолдансаңыздар, біздің пиццамыз өте дәмді болып шығады. Және де қызанақтарды осылай жіңішке етіп турап, үстінен салып шығамыз. Және де сырмен тағы да бетін жауып аламыз. 200 градустық қыздырылған пеште 10 минутта асты-үстін қоса отырып пісіріп алатын боламыз. 10 минуттан артық ұстамаймыз. 10 минут жеткілікті. Мінекей біздің пицца маргаритамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.